27-ші насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла былай дейді. Ей адам баласы! Егер сен күннің аптап ыстығынан қорқатын болсаң, онда қалай бойсынбаушылық жасайсың? Тозақта 7 деңгей бар. Әр деңгейдегі от бір-бірін жейді. Әр деңгейде 70 000 өрт шұңқыры. Әр шұңқырда 70 000 үй. Әр үйде 70 000 бөлме. Әр бөлмеде 70 000 құдық. Әр құдықта 70 000 оттық сандық. Әр сандықта 70 000 оттық шаян. Әр сандықтың үстінде 70 000 закум ағашы, күнәларын жейтін жемістер бар. Әр ағаштың астында 70 000 оттық билеуші. Олардың әрқайсысымен бірге 70 000 оттық періште және 70 000 улы оттық жылан. Әр жылан 70 000 оттық шынтақ ұзындығында, ішінде қарау бар. Әр шаянның 1000 құйрығы бар. Әр құйрық 70 000 шынтақ ұзындығында. Әр құйрықта 70 000 улы құмырсқа бар. Мен өзіме ант етемін, Тұр тауына. Тау Синай, Мұса Алламен сөйлескен, Құран немесе Тора түсірілген жер. Ант етемін. Сондай-ақ тірексіз көтерілген аспанға және толы теңізге ант етемін. Ей адам баласы! Мен әр кафирге, өсекшілге, ата-анасына бойсынбағанға, мұнафыққа, мүлігінен зекет төлемегенге, адюльтерге, қарызгерге, ішімдікті пайдаланғанға, жетімдерді қысқанға, алаяқ жұмысшыға, көршілеріне зиян келтіргенге оттық тозақты жараттым. Бірақ кім тәубе етіп, Аллаға иман келтіріп, ізгі амалдар жасаса, олардың күнәләрін мен жақсылыққа айналдырамын. Алла кешірімшіл және рахымды. Ей құлдарым, өздеріңе мейірімді болыңдар. Шын мәнінде денелерің әлсіз, жол ұзақ, жүк ауыр, сираттар. Амалдарының ақысын беруші, барлық көретін Алла, ал үкім етуші әлемдердің Раббысы.